Assalamu алейкум, құрметті мұсылман қауым. Бүгінгі қасиетті жұмаларыңыз қабыл болсын. Қазір біз Астанадағы Әзірет Сұлтан мешітінен тікелей хабар таратып отырмыз. Жұма намазға келген халықтың нөпірі өте қалың. Тіптен мешіттің ішіне сыймаған халық кіреберіс босағаның өзінде намаз оқуына тура келді. Біз бұл жерде нені айтамыз? Бұл жерде қасиетті жұмадағы мешітке келген мұсылмандардың, қаракөз қазақтардың жұмадағы бірлігі. Абай атамыз айтқандай, аптасына бір рет өзіңнен сабақ ал демекші. Бір жұмада қалың қауыммен бірге келіп, бірге, бір ниетте, бір Аллаға бойұсынып, бір бастамашы иманның тәртібіне келіп, бір қатарда, бір сапта, бір уақытта намаз өтеу, ол екінің біріне бұйыра бермейді. Дәл осы уақытта екі парыз үшін жұмысын тастап, мешітке келген қаракөздердің тілегі бір, ниеті бір болса, біздің ұтар биігіміз әлі алда. Бұл жерде еркіндік, ешкім зорламайды, өздігінен келеді, қалың қауымды көріп, ойланады. Бұрын келгені бар, кейін келгені бар, енді келетін, келгісі келіп жүргендер бар. Осы жұмадағы үлкен бірлікті көрсе, көп нәрсе оянады. Қазақтағы бір ауыздылық, бір ниет дәл осы жұмадағыдай болса, онда біздің алар асуымыз әлі алда. Мен бүгін 20 қаңтардағы жұмаға куә болып отырмын. Енді сіздер мешіттен шыққаннан кейінгі есік алдында қайыр тілеп тұрған қауымды көрдіңіздер. Біреу баласына, біреу шипасына, біреу басқасына. Біреу шын сұрайды, біреу әдеттенген, біреу құныққан білмейміз. Бірақ оны кім екшеп тұрады? Келген адам ниетіне қарай береді. Ал құныққаны болса күнәсі өзіне. Бұл жердегі айтарымыз, көп адам өзгеден медеу таппаса, осы мешіттен келіп өзіне медеу табады. Мешіттен келіп өзіне көмек табады. Ол еркіндік. Сіз келіп тыңдауыңызға да, кіруіңізге де, шипа тілеуіңізге де, көмек алуыңызға да болады. Дәл осы қасиет біздің қазекеңіміздің дархандығына саяды. Біз бұл жерде уағызды, ағымды, басқан дәріптеуден аулақпыз. Тек адал ниеттегі қаракөздердің мешітке жиналуы, олардың халықтың әл ауқатының көтерілуіне, қымбатшылықтың жоғалуына, бірліктің болуына, елдің амандығына дұға жасауы, бұл әрине құптарлық жағдай. Біздің көптігіміз, ынтымағымыз мешіттегі жұмада байқалады. Бұл жерде адам мен адамның жорғасы жоқ. Алланың алдында бәрі тең. Ұлығы бар, қарапайым халқы бар, байы бар, кедейі бар, бәрі бір. Бүгін байлығын жиғанмен ертең баратын жері бәрінің 2 метр қара көр. Жамылатыны кебін. Қазір үлдемен бүлдеге оранғанмен ертең бәрі бірдей. Сондықтан дәл осы мешітке келген халық осыны анық сезінеді. Біз бәріміз бір екеміз ғой, бір сапта екеміз ғой. Бәріміз бір имамның айтқанына құлақ түріп, дұғада болады екеміз деп ойланады. Ал ат пен аттың жорғасы бар. Олар жарысқа қатысады. Ал адам дәрежесі өрі төмендеп қараудың қажеті жоқ. Адам ретінде бағалау бұл бірінші орында. Көмектесу, қайырым жасау, зорлық етпеу. Ендеше бәрлеріңіз ниеттеріңіз қабыл болсын. Осындай бірлігіміз ұзағынан болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек жақсылықтарда бірге болғанша. Еш бояусыз тікелей хабар таратқан керек дерек арнасы. Сіздермен қашанда бірге.